Ер кісінің киімін аяқ астына тастама. Кемпірі қайтқалы сыдық ақсақал сыртқа көп шықпайды. Аяқтарында күш жоқ, буындары дәлсіз. Бүгінде күздің әдемі бір шуақты күні болып тұр. Есік алдында кішкене немересі ойнап жүр. Бұл соған қарап, тәуба деп қойып ойланып отыр. Бір кезде немересі жүгіріп келіп, ата жүрші дүкенге деп былдырлап қолынан тартылады. Жақын араға дейін қолынан жетектеп, кейде көтеріп, 5-6 үйден кейін орналасқан дүкенге апарып, соғы мен кәмпитін, құрт сияқты баланың сұрағанын алып беретін. Рас, ол кезеді таяқпен жүретін, таяғын тақылдатып көршілерге баратын. Тек соңғы 3 айда кемпірінің 100 күндік садақасын берер алдында мүлдем әлсіреп қалды. Бөлек отау болған үлкен ұлы: «Папа, жағдайың болмай жүрме, мүмкін біздің үйде тұрарсың, ет жеп, шұбат ішіп әл жина, бір қозын сойып берем, ана құрдас папаларды жинап карта ойнайсыңдар» деген. Бұл: «Қой, жоқ балам, көңіліңе рахмет. Бала бақтыға кеткенде мыналарға бас көз болам ғой, өздері қорқар, алаңдама, бәрі жақсы, шүкір» деген. Содан ол әңгіме басылып қалды. Кемпірінің 100 өткесін келесі күні үйін жинап жүрген қолындағы келіні күйеуінің жерде жатқан киімін аяғымен бір шетке ысыра салды. Байқап қалған бұл жай ғана. «Маралжан, ер адамның киімін аяқпен теппе балам, ол жаман әдет. Киімі аяқ асты қалған еркектің бағы қашады» деді. Жоғары көтеріп қоя ғой деген сол еді. Келіні тарс жарылды. «Ой папа, баршана жақа, енді үй жинауды да үйретпексіз бе маған? Білеміз, ақымақ емеспіз. Барыңыз ана бөлмеге, мен үй жинап болғанша шықпай отырыңыз» деп баж ете қалды. Келін болып түскені бұл келінен бұндай әдет шықпап еді. Ендігісі мынау. Келіні марал десе маралдай сүйкімді, көзі тостағандай, қалың қою қара қысқа шашы бар. Түскен кезінде бұл оны аяушы еді. Әлі құртақандай сүйкімді бала. Біздің Бозымбайдың жолы болған екен. Әлі күнге аузынан жөндеп сөз шықпайтын босбелдеу шырақ мына сүйкімді қызды қалай қолға түсірді екен. Қадірін білсе жақсы ғой келінің деп шын жана шыған. Бұрын бұл оған сөйлеп жұмсап көрмепті. Бәрін кемпірі жайғап отыратын. Енді міне бүгінгісі мынау. Садық шал бірден белі бүгілгендей болып, бүкшейіп бөлмесіне барып отыра кетті. Шаң сорғыштың даусы басылғасын әрі беріден соң шығып еді. Келіні жоқ екен. Таяғына сүйеніп тысқа шығып келді. Қалт-құлт етіп еңкейіп, сырттағы су ағатын шлангына немерім шықса сүрініп кететіп жинамақшы болған сол еді. Белі кілтетті. Енді тікеуі мұң. Сол арада қолында оралған киімі бар келіні шықты. Сыдық шалдың көзіне кемпірінің түзге шыққанда жамылып шығатын ұзын бешпенті оттай басылды. Өзі өлейін деп тұрса да: «Маралай, балам, ана енеңнің бешпентін қайда апарасың? Сарайға апарып тастама, тышқан тесіп тастар» деп аңырана әзер сөйледі. «Папа, сіз не бүгін маған қадалып қалдыңыз? Өзім білем қайда апарсам да. Өртегелі барам. Не қыламыз көне киімнің иісін сасытып» деді. «Ойбу, жаным-ай, көзіме көріндің-ау» деп барып қапталдай құлай кетті. Көзін ашқанда ақ қалатты қыз отыр екен қасында. Жедел жәрдем алып кеткен екен. Қасында үлкен келіні де бар. Бұның көзін ашқанын көріп орнынан тұрып сәлем етіп ізет жасады да: «Ата, не болған сізге? Сол шылаңыны балдарда жинайды ғой, айтсаңыз. Енді міне оқыс қимылдап оңбай құладыңыз» дегені. Садық шалдың көзінен жас бұрқ етті. Айтпады, айталмады ештеңені. Тамағына тас тірелгендей өксігін үнсіз ішке жұтты. Бұның бетін салфеткамен сүртіп, аузына кішкентай қасықпен су тамызып, қайта-қайта маңдайын сүртіп отырған үлкен келіне ризалықпен: «Өркенің өссін қарағым, екі дүниеде абыройлы бол балам» деп мейірлене қарады. 10 күннен соң ауруханадан шығарып әкеліп, үйіне төсегіне отырғызып орнықтырғасын үлкен келіні кіші келінге қарап: «Сен қатын атама қарайсың ба? Дұрыс қара, болмаса өзім үйге алып кетіп бағам. Бір шалдың бабын табалмады деген атақ алғын келмесе қара. Кемпір кеткесін жетімсіреп сәл нәрсеге күйіне береді. Оңай ма 50 жыл бірге болған жарынан айырылу? Ана былжыраққа айтам, бағыламайсыңдар ма, маған айтыңдар, өзім бағам» деп қатты зілмен айтты. Одан беріде 10 шақты күн өтті, бірақ сол аяқтарында әл жоқ. «Ата, жүрші, дүкенге барайық, жүрші» деп жұлқылап тұрған немересі ойын бөліп жіберді. Үйден шыққан кіші келін: «Никон, не қып тұрсың ол шалдың қасында? Кет былай, үстіңе құлап кетер. Бармайды атаң дүкенге, аяғы ақсақ оның, жүр алмайды, кет былай, өзіңмен өзің ойна» деп бұның жүрегін тағы дік еткізді. Кемпірі өлді. Шал болса мынау ауру бәле болды ғой. Осыған қараймыз деп ешқайда шыға алмаймыз деп өзімен өзі бұрқ-бұрқ етіп жүр. Тауықтарға жем беріп келе жатып әйелінің даусын естіп қалған Садықтың қолындағы кіші баласы Мәулен: «Әй, сен де бір тойға барып сыра ішіп
Босқа аржақтаған қызықпа сол. Қатын басыңмен еркек мен ішпейтін сыран сен ішесің деп еді. Мынау да шап ете қалды. Сен сөйлемеш осы. Енді сен қалып едің. Еркекпін дейсің, еркектің коттедж үйі немесе астында камри болады. Ал сен айлығыңды өлгенше шешеңе беріп келдің. Оларға камри керек емес, әркімнің тойына құртып жүре береді деп өдетіп бара жатыр еді. Садық шал, әй Марал, сен немене өдетіп барасың? Байыңның жағасына жармас па? Өнерің ішінде жатқан көргенсіз екенсің ғой деп тұрды да, сылқ етіп қайта отырып қалып, қапталына қарай қисая бастады. Бапа деп екі аттап қасына келген баласы әрең сүйеп үлгерді. Көзін әзер ашқан Сыдық шал ағаңды шақыр деп айтуға ғана әлі келді де жан тәсілім етті. Сөйтіп Сыдық шалда о дүниелік болып, қырқын таратқасын Мәулен вақтасына кетті. Үй жинасқан құрбылармен біраз сыралатқан Марал таңертең үй жинардың алдында бір құты сыраны тағы жұтып алды. Өзінен өзі көңілденіп, аза тұтып отырған үйде музыка қосуға болмайтынына да қарамастан, бұндай ырымыңның деп музыканы қосып өзінше үй жинауға кірісті. Атасының бұрынғы бөлмесінің алдында көне тоздау костюмі жатыр екен. Сен шалақ алдынан шыға бердің ау деп аяғымен ысырып тастайын деп, үстінен аяғымен қалай басып қалғанын өзі де білмей қалды. Көзінің оты жарқ етті, аяғын бірдеңе тіліп түсті. Бақырып, қан шашырап жатқан аяғын ұстай алған ол жылап жіберді. Қан деген саулап жатыр. Сол кезде арт жағынан ер адамның киімін аяқ асты етуге болмайды деген салмақты дауыстан жүрегі тоқтап қала жаздады. Қорқасоқтай артына қарап еді, 9 жасар ұл екен. Сол тұртысында атасының дәл өзі дерсің. Марал атасының костюмін өзіне тартып, ұстап көріп, қапталдағы қалтасынан кілең жылтырақ шөлмектің сынығын, кәмпиттің қағазын, атасының терсінген бет орамалын тапты. Және үлкендеу сыра шөлмектің ауыз жақ сынығын көрді. Сол екен аяғын оңдырмай тілген. Ұлы, кеше еркоштар құрт, кәмпит, ақша деп осы костюмнің қалтасына бірдеңелер салып жүрген. Солардың ісі ғой. Сағынған шығар ата жесін. Мен де сағындым деп келіп анасының аяғын қарай бастады. Марал атасының иісі сіңген костюмді кеудесіне басып, жылап отыра кетті. Қазақ ырымының қайсының да мәні өте зор. Ер кісінің киімі аяқ асты қалса, үйдің бағы қашады. Қиындықтардан құтылу оңай болмайды. Ал Марал келін содан соң сырасын қойды ма жоқ па белгісіз. Тек көпке дейін аяғын байлап жүргені көршілері көрген екен.